Әлем бойынша таралған коронавирустық инфекцияға байланысты енгізілген еліміздегі карантин режимі барлық қазақстандықтардың өмір сүру дағдысын өзгертіп, білім беру саласында айналып өтпеді. Коронавирус індетінің кең таралуының алдын алу мақсатында еліміздегі барлық білім беру ұйымы қашықтықтан оқытуға көшірілді. Қазіргі таңда өңіріміз бойынша 24 білім беру ордасы тіркелген. Оның 4-еуі штаттық режимде жұмысын жандандырса, қалғандары қашықтықтан оқыту жүйесінде. Яғни бұл дегеніміз 10.200 тәлім алушыны құрайды. Осы бағыттағы дәріс беру мәселесінің оңтайлы шешілуі жолында білім саласында ауқымды ұйымдастыру жұмыстары атқарылып, бүгінде шаһарымыздағы 270-тен астам оқушылар компьютерлер мен 16 отбасы интернет желісімен қамтамасыз етілген. Мектебімізде 827 оқушы, 827 оқушының барлығы да қазір қашықтан оқып жатыр. Барлығында компьютерменен қамтамасыз етілген, яғни компьютерлік техникалармен, смартфондармен, ал мектептің өзінен біз 37 компьютерлік техника оқушыларға таратып бердік. Яғни толық барлығын қамтамасыз етті. Қашықтықтан оқытуды іске асыруда білім министрлігі мен алаңдар, телевизиялық көрсетілім сабақтары мен күнделік білім ленд сынды платформалар іске қосылды. Атаулы электронды жүйе арқылы оқушылар кестеге сай білімдерін жетілдіруде. Біз алғаш ең бірінші күнделік кезетке бүгінгі тапсырманы жүктейміз. Екінші оны біз білім лентке жүктейміз. Және сонымен бірге біз балапан телеарнасына сабақтар қараймыз. Егер балалар сол сабақтарды меңгере алмаса, біз WhatsApp желілері арқылы, түрлі платформалар арқылы сол балаларға қосымша сабақтар береміз. Ал енді ол жерде ешқандай мүмкіншілік болмаған жағдайда WhatsApp арқылы да кері байланыс жасап отырамыз. Әкесі екеуміз көмектесеміз балаларымызға. Қиындық болған кезде мұғалімге звондап біліп сұраймыз. Осындай жағдайға енді бәріміз үйрендік. Балалар үйренді. Біз өзімізді үйрендік, ата-аналар. Кесте бойынша балалар сабақ істейді. Күніне 2-3 сабақ мұғалім береді. Математика, қазақ тілі, ағылшын. Назар аударатын жайдың енді бірі қосымша тәлім алушыларға да сабақтар қашықтықта жүргізіледі. Балалар шығармашылық үйінің директоры Ирина Акимованың мәлімдеуінше, атаулы ұйымда қазірдің өзінде 7 үйірме өз жұмысын онлайн режимде пысықтаған. Степногорск қалалық білім бөлімі басшысы Татьяна Семенюктың берген мәліметіне сай, ағымдағы жылы ұлттық бірыңғай тестілеу өз тәртібіне сай, барлық санитарлық нормаларды қатаң ұстану негізінде маусымның соңына жоспарланған. Қазіргі таңда электронды нұсқада өз өтініштерін шаһарымыздың 70% тілегі беріп үлгерген. Ал соңғы қоңыраумен түлектердің мектеп бітіру кештері маусымның 3 мен 4 күндері жүзеге асырылмақшы.